Сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім? Ең оңай және қолжетімді заттармен бүгін кешкі ас дайындаймыз. Үйіңізде қандай заттары бар, сонымен дайындасаңыз болады. Мен қырыққабат, пияз, кабачок және сәбізді етті алдым. Үйіңізде тауық еті болса да болады. Осылай етімізді ұзынша етіп шығарып турап аламыз. Осылай барлық етімізді турап аламыз, ұзынша етіп. Одан кейін сарымсақты ұмытып кетіппін. Сарымсақты етке мариновать еткен кезде салатын боламыз. Бір тісі болса да жеткілікті. Осылай ыдысқа салып алып, дәміне қарай паприка, қара бұрыш, тұз және сарымсағымызды салып, араластырып жақсылап, одан кейін 5-10 минутқа, болмаса 20 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Одан кейін пиязымызды ұзынша етіп турап аламыз. Күнделікті турап жүргеніміздей. Сәбізіміз көп те қажет емес, жартысын алсақ та болады. Оны да ұзынша етіп турап аламыз. Кейін кабачогымызды дәл солай турап алатын боламыз. Мен үйдегі қандай заттар бар, соны пайдаланып жатырмын. Қырыққабатымызды дәл солай турап алатын боламыз. Одан кейін қызып тұрған майға етімізді саламыз, әбден араластырып, қызарғанша қуыратын боламыз майға.
Етіміз қуырылып болғаннан кейін пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Одан кейін сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді дәл солай 1-2 минутқа қуырып алатын боламыз. Кабачогымызды қосамыз. Кабачогымызды қуырып алатын боламыз. Ең соңында қырыққабатымызды саламыз. Қырыққабатымызды тағы да 1-2 минут араластырып қуырып алатын боламыз. Артынан томатымызды, егер үйіңізде томат болмаса, қызанақты қоссаңыздар болады. Одан кейін қосып алып, жақсылап тұрып, барлығын араластыратын боламыз. Өстіп қып-қызылып қуырып болғаннан кейін қайнап тұрған суымызды құямыз. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Он 15-20 минутта піседі. Астарыңыз дәмді болсын. Үйде адам аз болатын болса, осылай қалдырып, сорпасымен бірге ешқандай гарнир қоспай-ақ нанға батырып жесеңіздер, өте дәмді тамақ.